Selam dostlar, benim kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle birge men Muhamedjan, Aruzhan. Bu challenge'ning ati kichik qasiq va ulkan qasiq. Қазір біз сөйлеп бара жатырмыз. Егер Мұхамеджан жеңсе, онда ол мысалы Авгуштан таңдайық дейік. Және де бізге алдымызға екі қағаз берілген. Бір қағаздың ішінде кіші қағаз деп жазылып тұрған, ал екінші қағазда бізде үлкен деп жазылып тұр. Біз осы екеуінің біреуін таңдаймыз, бірақ көзімізді жұмамыз. Егер Мұхамеджанға кіші қасық түссе, үлкен қасық түссе, онда ол үлкен қасыққа мен Авгуштан барлығын былай толтырып аузына салатын болады. Ал егер маған кіші қасық түссе, онда мен кішкентай былай толтырып кішкентай қасыққа өзім жейтін боламын. Ойынның шарты өте оп-оңай, сіздерге түсінікті деген ойдамыз. Так что давайте бастайық. Dostlar, sizler kim jengadi deb o'ylaysiz? Kommentariyga yozinglar. Biz vaqtimizni so'zmay bastayıq videomizni. Al basta. Dostlar, biz Sullivan oynaymiz. Sullivan. Yes! Қазір Аружан бастайды. Менің ойымша бұл жерде өте көп нәрселер бар. Мен пока что рисковать етпеймін, так что мен сырок таңдаймын. Міне, клубника мен еще. Интересно, сырокты кім жеңеді? Так, давай енді қағаз таңдаймыз. Көзіңді жым. Мен де камераға қараймын. Оң сол. Оң сол. Мен солды таңдадым. Достар, маған үлкен қасық. Маған кіші. Білмедім, сырок өте дәмді, маған қатты ұнайды, сондықтан да маған үлкен қасық. Ура! Маған кіші. Мен өзімнің үлкен қасығымды аламын, ал Мұхамеджан кіші. Маған сырок ұнайды. Бірақ саған өте қатты бес етпеді. Достар, сырок. Клубникамен қойшы, мен любимый. Достар, міне. Шедевр. Шедевр? Мен болдым. Neydi? Енді менің кезегім. Достар, келесі мен бастаймын. Жоқ. Мен кетчуптан бастаймын. Мұхамеджан өзіне кетчуп таңдады. Только көзіңді жұмып, камераға қарап алмастыр әйтпесе сен иногда подглядывать етесің. Сен де көзіңді. Ұста. Ей, жасын. Давай. Пожалуйста. Yes, маған кіші түсті. Ура! Маған үлкен. Мә, достар, маған что-то сәттілік көп подписчиктер сілеп жатқан сияқты ғой. Мен сырокты да жедім. Мағанды кішкентай аламын. Мә, достар, рахмет. Так, мен енді кішкентай қасықпен кетчупты жеймін. Кетчуп. Мен негізінде кетчупты қатты жақсы көрмеймін. Неге мен үлкен алдым, достар? Не! Толтырым. Бешей? еще. Енді аз ғой, Мұхамеджан? Жоқ, қойнақтың үшін. Дай, мен саған кішкентай қасықпен көмектесемін. Давай, кішкене. Болды. Мен көп рисковать етемін. Кіші деді. Мен даже бастағанда жоқпын, жегімге тақаншым. Мұхамеджан жесу. Мен не оқынып тұрмын, де кішкентай ғой. Аружан, сен жасай аласың. Қарап подписчиктер маған сеніп жатыр. Давай. Пожалуйста, маған қарама. Примердер.
сдаться. Я не могу. Прибернешь, пожалуйста. Хотя бы как кішкентай нам беріңіздерші. Вот нет. Кішкене айтшы. Положи меня на десятку. Бисмиллахиррахманиррахим. Өліп қалмайым. До свадьбы поживу. Даже кішкентай болса да чем? Кетчуп, доспыз ғой, пожалуйста. Менде хоть үлкен болса кетчуп жағылып ғой. Короче, болды, өлдім. Кетчуп жағылым. Мен жей алмадым. Үлкен кетчуп нансыз, либо фрисіз вообще ешқашан жемеймін. Давайте осыдан кейін киндерді жейікші айтты. Қарным жаман. Деп кетті ғой, неге маған кетчуп бересің деп. Ана қарым айтып кетті. Сен не маған кетчуп бересің? Фри қайда? Фри жеп қойдың ба не өзің? Короче, мен өзіме тук деппін ғой, өзіме деппін ғой. Вот это киндер. Long soul. Маған үлкен түсті, ура. Бізде маған мың рет кіші түсіп, мың рет. Бұған андай дәмдемес заттарға үлкен түседі, ал дәмді заттарға кіші түседі. Так, мен енді осы жолы жылет етпеймін. Өтуге болмайды. Жылет ет. Ооо, қараңыз. Қандай үлкен. Жоқ, маған жететіндей болу керек. Асып кетті ғой. Достар, Тортқа ұқсайды. Начинка барлығы просто шикарно. Бізде чай петуге кетті ғой, қараңыздар. Давай, тезірш. Мен қалды барын жейді. Ансума сымайды ма? Әлде тағы да кетчуп алайын ба? Кетчуп аламайсың, болды. Болды, дәл. Достар, мен мынандай керемет барын. Пока что бізде Мен өзім сметана, сметана, нутелла, варенье, йогурт, агуша, банан, арахис. орех қалды. Көрдің бе, қазір маған да үлкен түссе, сосын обломын шығып қалды. Мен бар жағаладым. Облом шыққалы. Қазір мына кішін жүртіп тастайым үшін. Менде қайтып үлкен түсті. Мұхамеджанға қайттым кіші түсті. Достар, мен оның басын жеймін. Я саған басы керек қой, ми керек қой саған сол барын. Мен достар. Барын едім, басын жоқ қой көзім, жаман болам. Қараңыздар, басын жоқ қой. Мен лучше аяғын жеймін. Нормально маған. Ана өзі әрең жедім ғой. Мен вообще мен қарамадым, и потому что мен екеуінен де сыйлық салдым, но бұлда көрініп тұру мүмкін Мұхамеджан ойынша, бірақ мен сіздерге қарадым ғой. Барлық видеоны Мұхамеджан Ана қарағыз, сыйлықсың анаяқта отырғанды алашым өкірем. Ладно, достар, давайте келесі мен таңдаймын. Что-то бізде көп тәтті болып кетті. Агушаны таңдаймын, конечно. Агуша, ойбай, менің любимым ғой, мына. Так, давай енді. Мне көзім жылам. Long soul. Тоқтат олым.
Алмахан кіші. Мұхамеджан вообще огурцын жақсы көрмейді. Yoğan үлкенсің. Ой, байқұса. Давай кішкентай қасыңды. Үлкен есі. Үлкен. Жоқ, маған на вкус ұнайды, маған кішкене. Енді мен өзіме. Бұл өте сұйық түрі. Менде кішкентай бұл өте сұйық түрі, так что бұны апалап ұстау керек. Ну, короче, көрсе заман былай бұрып әпестеу керек кетеді, жаңағы Мұхамеджан сияқты. Агуша. Мен қазір, мен таңдайды доғылды. Тук-тук-та, тук-тук-та-та, 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 Мен тук-тук-та-та, таңдайым. Банан. Банан. Мұхамеджан, может, бананнан басқа там варенье или нутелла. Мен осыдан кейін, кажется, нутелланы таңдаймын. Өйткені бізде барлығы подряд тәтті болып кетті. Что-то қызық емес болатын сияқты, егер біз барлығын подряд тәтті жасасақ. Так что мен қазір либо сметана, либо нутелла таңдаймын, либо вообще мына варенье таңдаймын. 100% нутелла таңдаймын. Маған даже выбор бермеді ғой. Үлкен. Ал Мұхамеджанда қайттан кіші. Неге Мұхамеджанның любимый заттарына кіші түседі, ал не любимый заттарына үлкен түседі. Ал вот маған қатты прям сәттілік тілеп жатыр. Вот рахмет сіздерге, Мұхамеджанға емес, маған сәттілік тілегендеріңізге. Банан. Мұхамеджан бананды өліп жейтін еді ғой. Андай қазір де өліп жейді ол. Андай кішкентай кезінде маймылдың түрін былай жасағанда, помните? Сол кезінде бананды өліп жейтін ғой. Капец, Фатима екеуі қатты жақсы көреді бананды. Ладно, чембериш. Енді достар, менің кезегім. Спорим, нутелла таңдайды. Или йогурт. Жоқ, мен сметана таңдаймын. Мұхамеджан менің сүйіктімесі. Негізінде маған бәрібір сметана менің любимыйым. Бірақ мен оны просто так жей алмаймын. Нан берсеңдер, спокойно бір тағам, бір сағатты жепсем ғой. Бірінші аржан дейді. Маған кіші қасық. Такс. Йогурт дейді. Йогурт таңдайды. Алып жеп қоямын. Ал саған кіші түсі ше. Үлкен. Оң сол. Оған қайтан үлкен түсті. Мәні вообще не везунчик қой, Ал мен бұл везунчикпін. Менің кішкентай қасығым. Не сметана? Түгесің Мұхамеджан, байқа. Байқа, ағыбамасын, байқа. Достар, маған масада мен үлкен қасықпен прям деп жей алмаймын. Бірақ маған кішкентай қасық түсті. Енді маған өте сәтті күн болды. Что-то осы челленджі маған прям күшті болып жатыр. Но кетчуп туралы айтпай қояйын. Жедің бе? Бұл сметананы да жеді. Ал енді сенің кезегің. Мен де поталды. Вообще сметана мен не көп бірші. Бір нәрсе ғой. Просто нан мен жейді, өзі қасық мен. Так что мне осыдан кейін кажется вареньені жейді. Ну, мен білмеймін. Маған қазір точно выбор бермейді. Өзі қандай алғысы келеді, соны бересің. Просто айттың ғой. Үлкен. Кіші сен не алып алдың? Йогурт па? Иә, йогурт. Мен негізінде йогуртты қатты жақсы көрмеймін. Мен қатты жақсы көремін. Бірінші мен жейінші. Дәлді. Йогурт оп-оңай нәрсе ғой. Толтып жей бересің. Болмай.
Мен сметанадан кейін йогурт қатты дәмді емес екен. Ne dostlar? Ай, бой. Yandı gün. Келесі менің кетігім таңдайтын. Что-то уже біз подряд не очень дәмді нәрсе таңдадық. Мен арахис таңдаймын. Фатиманың ең любимый ғой. Жеп koyamız. Короче, арахис көрсете алмай қалдым ба сіздерге? Қазір алған кезде көрсеміз. Давай қарап бер. Long sol. Benim tane. Ana. Сен де маған жасадың. Ура, маған үлкенсің. Ой. Давай қояр. Жоқ қой. Давай сен бірінші. Бір-екі ақтау. Наған жетір маған сондай арахисі. Болды. Арахис. Андай Фатиманың любимый. Соленый кек бар. Қалай варенье? Варенье. Бұны анам өзі жасап берген. Маған ұнайды негізі варенье. Бірақ ол өте тәтті. Давай. Ne? Выбор бермейді. Yes, үлкен! Мен наоборот қуанттым, үлкен маған варенье қатты ұнайды. Belli. Ха. Оу, варенье. Баған. Ой, тоққан ғой. Мен оны жеп көрген жоқпын, қазір жеп көрдім. Мен всегда варенье жеймін ғой. Нанмен болса вообще кайф болады. Ну да. Ne dostlar dedi. Қой, ұнады ма? Маған еще андай малинасы ғой. Достар, бізде выбор қалмады, нутелла қалды. Өйткені жаңа бізде тек варенье мен нутелла қалған. Маған выбор қалдырмады қайттан. Так что мен нутелланы таңдаймын. Жоқ, мен мынандай чипсыды таңдаймын. Давай, деп отырып кетемін. Біз ең соңғы нутелла енді. Кіші болса. Өзім таңдым. Жоқ. Сен маған жаңағыда выбор бермедің. Бисмилля. Ура! Маған повезло, маған ұнайтын нәрселер. Вот нутелла, варенье, қаймақ. Кетчуп қана жеп көрем, кетчуп. Ура! Только менің қасығым уже инвалид болып қалды. Достар. Осымен бітті. Біз барлығын жеп көрдік. Арахис, кетчуп, банан, киндер, барни, йогурт, варенье, қаймақ, агуша. Мен жерді байтайын ба неге? Өткені ол кетчупты жағмады. Бұл жерде победитель жоқ, бұл жерде просто былай. Қалайды, үлкен кіші челлендж просто. Победитель жоқ, победитель онда конкурсындаларда ғой. Ал енді Мұхамеджаннан интервью алайық. Мұхамеджан, саған мына жерден қайсысы вообще ұнамады? Ешеке? Барлығы ұнады. Қаймақта ма? Ал кетчупты жеген кезде сен қандай эмоцияда болдың? Ешқандай. Ал сметана?
Ешқандай. Варенье. Ешқандай. Ну, мына эмоциясы жоқ да ғой. Эмоцияң кетіп қалды ма? Біреумен Жоқ, сатып алып, эмоцияң кетіп қалды ма? эмоциямды бір богат адам сатып алып берсін бе? Неше ақша? 1 миллиард. Ой, ақшаны тәттілерге жұмсап тастағансың иә. Жарайды, достар, маған вообще бұның ішінен кетчуп ұнамады. Саған қайсысын ұнады? Маған ба? Маған агуша, қаймақ, нутелла, варенье, йогурт, банан деп айтып уже тілім ауырып жатыр ғой. Сенің банан, кетчуп ұнамады. Кетчуп, конечно, ұнамады. Вот фри берсе мен кетчуп ең күшті деп айтатын едім. Кетчуп позор шығарды ғой, мен позорын шығарды. Маған барлығы ұнады. Достар, біздің видеомыз аяқталды. Кім жеңгенін комментарияға жазыңыз. Бізді қолдаңыздаршы. Особенно мен жеңдім. Жоқ, достар, мен жеңдім. Маған сәтті болды ғой, осы видео өте сәтті болды. Үлкен қасық, үлкен. Короче, барлық мен жақсы көретін нәрселерім үлкен болды. Вот, достар. Қош сау болыңыздар.